Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен керемет, ерекше болып шығатын огонек приправасын дайындайтын боламын. Бұның ерекшелігі ешқандай да қайнатылмайды, және де банкаға жабуды қажет етпейді. Жай ғана баклажкаға құя саламыз. Ең алдымен помидорымызды жуып тазалап аламыз. Болгар бұрышында жуып, ішін тазалап аламыз. Чесногымызды да суға салып, қабығын аршып аламыз. Ендігі кезекте помидорларымыздың керек емес жерлерін алып тастап, мясорубкаға сыятындай етіп, 4-ке бөліп аламыз. Ендігі кезекте помидорымызды, болгар бұрышымызды, сарымсағымызды барлығын мясорубкадан өткізіп, бірінің үстіне бірін құя береміз. Ешқандай да ашымайды, атылмайды, сол күйінде әдемі болып сақталып тұрады. Қыстың күні кез келген тағамға қосып жесеңіздер, керемет тәбеттеріңізді ашатын болады. Барлық көкөністердің грамын, мөлшерін описание бөліміне қалдырдым. Бұдан да көбірек жасаймын десеңіздер, 2-ге көбейтіп жасай беруге болады. Немесе бұдан аз жасаймын десеңіздер, 2-ге бөліп жасай беруге де болады. Біз енді ең маңызды тұсына келдік. Бұл аспирин таблеткасы. Таблетканы мен ұнтақтап алдым. 1 бума укропымызды да майдалап турап аламыз. Енді дәміне қарай тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Осыдан кейін турап алған укропымызды үстіне қосамыз, және де аспирин таблеткасында қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Міне бізде аспирин таблеткасын салған соң кішкене көпіреді, ол ештеңе етпейді. Барлығын жақсылап араластырып болған соң бетін жауып, 1 түнге қойып қоямыз. Міне 1 түн өтті. Бетін ашып қарасаңыздар, кішкене көтеріліп басылады. Қайтадан барлығын жақсылап араластырып, дәмін көресіздер, егерде тұзы кем болса, салуға болады. Енді баклажкаларымызды жақсылап жылы сумен сода қосып, 2-3 рет тазалап жуып аламыз. Осылай барлығын баклажкаларымызға құйып, қақпағын қатты бұрап, жауып тастаймыз. Қыздар, менің видеоларым ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Маған сіздердің әрбір қолдауларыңыз және де қазақ тілінде шығып жатқан каналдардың ары қарай дамуына көмектеріңіз тиері сөзсіз. Осылай жапсаңыздар, ешқандай да ашымайды, атылмайды, қыс бойы сақтай беруге болады. Банка сақтайтын жертөлеге сақтаңыздар, немесе холодильникке сақтауға болады. Осымен біздің огонек приправамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға көп рахмет.